Сәлеметсіңдер ме балалар? Математика сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымызда бір таңбалы және екі таңбалы сандарды ондықтан аттап өту арқылы ауызша азайтуды үйренеміз. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын бос орынды толтыр ойынын ойнап жіберейік. Дұрыс айтасыңдар балалар. 5 санының құрамы 4 саны мен 1 санынан және 3 саны мен 2 санынан құралады. Ақылды екенсіңдер. 8 санының құрамын тез таптыңдар. 8 саны 4 саны мен 4 санынан, 5 саны мен 3 санынан, 2 саны мен 6 санынан, 1 саны мен 7 сандарынан құралады екен. Тамаша. Енді экранға назар аударайық. Сырым футболшы. Оның футболға арналған 12 формасы бар. Ол 8 формасын тазалауға беру керек. 12 санын дөңгелектенген санға айналдыру үшін Сырым алдымен қанша форманы алады? Дұрыс айтасыңдар балалар, 2 форманы алу керек. Демек, 8 санын 2 және 6 сандарына жіктеуге болады. Азайғышты дөңгелектенген санға айналдыру үшін алдымен азайтқышты сандар құрамына талдаймыз. 12-ден 2 санын азайтып алып, шыққан саннан қалған бөлікті, яғни 6 санын азайтамыз. Міне, осылайша ондықтан аттап өту арқылы азайтуды үйренеміз. Балалар, біз 12 мен 8 сандарының айырмасын табу оңай болу үшін азайтқышты бөлшектеп азайттық. Алдымен шеңбердегі амалды орындадық та 10 санын алдық. Сосын одан қалған санды азайттық. Балалар, екінші тапсырмаға назар аударайық. Алдымен 12 мен 7 санының айырмасын табу үшін азайтқышты жіктейміз. 12 санын дөңгелектенген санға айналдыру үшін бізге 2 саны керек. Демек, 7 санын 2 және 5 сандарына жіктейміз. Соңынан қалған санды азайтамыз. Екінші мысалымызда да дәл осылай жасаймыз. 22 санын дөңгелектенген санға, яғни 20 санына айналдыру үшін бізге 2 керек. 7 санын 2 мен 5 санына жіктеп шешуін табамыз. Үшінші мысалды да осы ретпен орындаймыз. Балалар, енді назарымызды үшінші тапсырмаға аударайық. Дүкен сөресінде 9 дана ұлдарға және 7 дана қыздарға арналған конструкторлар жиынтығы тұр. Дүкенде барлығы неше конструкторлар жиынтығы бар? Балалар, алдымен есептің қысқаша шартын құрастырып көрейік. Бізде не белгілі? Ұлдарға арналған конструкторлар жиынтығы қанша? Жарайсыңдар балалар, 9 дана. Қыздарға арналған конструкторлар жиынтығы ше? Тамаша, 7 дана. Есебімізде не белгісіз? Дұрыс айтасыңдар балалар, есебімізде барлығы белгісіз. Барлығын қалай табамыз? Ұлдарға арналған конструкторлар жиынтығы мен қыздарға арналған конструкторлар жиынтығын қосамыз. Жарайсыңдар балалар, есептің шешімін дұрыс таптыңдар. Балалар, енді алған білімімізді қорытындылау мақсатында бір сәт бізде Сырым сияқты футболшы болып көрейікші. Қақпаға доп соқ. Қалаған добыңды қақпаға соға аласың. Жарайсыңдар балалар, бүгінгі тақырыпты жақсы меңгердіңдер деп ойлаймын.
Тақырыпты жақсы меңгергендеріңді білгілерің келсе, экрандағы тапсырманы өз беттеріңше орындап көріңдер. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңдар балалар.